Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 10 маусым 2026 жылы Алматы қаласы эфирге шығып отырған себебім, қазір елімізде әртүрлі саяси өзгерістер болып отқанын көріп отырмыз ағайындар. Елімізде қазір жаңа ата заң қабылданып жатыр, жаңа қалалар салынып жатыр. Үлкен жаңағы өзгеріс, парламентіміз тарқап орнына құрылтай құрылмақшы, халық кеңесін құрып жатырмыз, әділетті жаңа Қазақстан құрмақшымыз. Енді осының барлығына себі тиген кім? Кешегі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің азаматтары болып отыр. Осы желтоқсанға биыл 40 жыл толып отыр. Бірақ өкінішке орай 40 жыл толса да әлі күнгі саяси құқықтық тарихи бағасын алған жоқ. 2016 жылы Алматы Астана қаласында ғылыми конференция өтті. 9 елден азаматтар келді, 9 мемлекеттен. Үлкен ғалымдар, академиктер, профессорлар келіп өз ойын айтып, бір ауыздан бұл тарихи үлкен көтеріліс болды деп, кешегі әлемдік үлкен Париж коммунасы болды 1871 жылы. 71 күн өмір сүріп, бірақ ақырында жеңіліске жетті. 1825 жылы Ресейде декабристер, яғни желтоқсаншылар ол жерде де болды. Олар да жеңіліске ұшырады. 1905-1907 жылдары Ресей империясына тағы да көтеріліс болды. Оларды да күшпен басып тастады. Ал желтоқсан жеңіске жетіп, кешегі 15 мемлекет, кешегі Кеңес одағы тарқап, 70 жыл өмір сүрген Кеңес одағы тарқатып, соны қазіргі таңда 15 мемлекет болып құрылып отыр. Желтоқсанның 36 жылына толған кезде ел президенті кешегі өрімдей жас жігіттер, қыздар осы тәуелсіздігіміз үшін күресті, ол кісілердің өзінің бағасын алу керек деп айтып еді. Бірақ өкінішке орай әлі күнге одан ешқандай хабар жоқ. Сол жас өрімдей жігіт қыздар қазіргі таңда 50-ден асты, алды 80-ден асты. Одан алдылар арғы бетке өтіп кетті. Енді айтайын дегеніміз, қазіргі таңда статусы бар, Чернобыльдің статусы бар, ауған соғысының ардагерлерінің статус бар, көп балалылар статус бар, Семей полигонының, Ұлы Отан соғысының ардагерлер бітті, таусылды. Сол ауғанменен Чернобыльға бұйрықпен барды. Ал біздер өз еркімізбен бардық. Осы елдің болашағы үшін, осы тәуелсіздігіміз үшін Қазақстанда қазақ билесін деген ұрандармен шықтық. Енді қазіргі таңда мынау айтарым, парламент тарқайды деп атқан мынау заң шығарушы орган, парламент депутаттарын айтарым. Сендер қазіргі таңда кетейін деп отырсыңдар. Кетер кезде халық үшін, елдің болашағы үшін бір жақсылық істеп кетіңдер. Мына парламентте осы мәселені көтеріп, желтоқсанға статус берілуін біз талап етеміз. Және де менің челленджімді осы желтоқсаншылар, және де елдің болашағына бейжай қарай алмайтын азаматтар, қолдауларыңызды сіздерден сұрап қаламын. Құрметпен қоғам белсендісі желтоқсаншы Құдай шүкір Абдуллаев. Тарқатыңыздар, қолдаңыздар. Аман болыңыздар.